Скат әуе компаниясының Boeing 737-800 ұшағымен Алматы қаласынан Өскемен қаласына сапарым жайлы айтып берсем. Бұл ұшақтың іші өте кең әрі жайлы екен. Кезінде Flyerstan компаниясының Airbus 320 ұшағымен ұшқан видео салынуда, себебі мен запись экран қосқан кезде қосымша телефон болмады түсіруге. Boeing 737-800 ұшағы максималды жылдамдықты ала бастады. Және де сағатына 260-270 км болған кезде әуеге көтерілді. Ешқандай діріл-міріл сезілген жоқ, кәдімгідей тамаша ұшты. Әуеге көтерілген кезде максималды жылдамдық сағатына 850 км-ге жетті, және де бұл ауада мүлдем білінбейді. Алғысым шынымен де шексіз, қонуы да ұшуы да тамаша болды. Аман есен Өскемен қаласына келдік. Өскемен қаласы өте суық. Скат әуе компаниясына рахмет, мына самолет патологенді.